шара елге халыққа өте қажет деп санаймын. Сол себептен барлықтарыңызды құттықтағым келеді. Парламентте елдегі ойларды, пікірлерді айтып жүрсін. Сол себептен осы жерде де ойын жалғастырды. Сол себептен қысқаша бір-екі пікірлерді айтамын. Жаңағы бүгін біраз мәселелер айтып кетті. Мүддесіне қатысты, оның ішіне экономика саласына жастардың мәселесі бойынша, білім саласы бойынша осының барлық дұрыс айтылған мәселелер. Себебі бүгінгі күні көп жағдайларда өтіп жатқан реформада біздің қазақ ұлты жастар көп араласпай жүр. Білім деңгейін, оқыту мәселесі, жаңа технологияларды әсіресе ұлттық мүдделер қорғалмай жатыр. Соны бірге айтайық. Мен ойымша осындай құрылтайда біз бөлек экономикалық жағына бөлек сессия жасап, соны білімді жігіттерді бірге жинап, мәселені заңды түрде қалай шешеміз? Қай жер қолданбай жатыр, қай жер қорғалмай жатыр, соны айтқанымыз дұрыс. Мен мысалы жақын арада айтып кеттім, көп жағдайларда да өзімізде дегі электронды сауда сатты, көп жағдайларда мынау жер мәселесіне қатысты, экономика дамыту, жаңағы инвестиция мәселелерінде ұлттық мүдделер әрине бармай жатыр, бірақ оны бірге айтып, жақсы ұсыныс бермесек болмайды. Сол себептен мынау жаңағы үшін айтып кетті, ұлттық доктрина бойынша тек қана алаңда емес, ортақ бір столға отырып шешілген мәселелер бар. Дәл сондай біз экономика мәселесінде бірге отырып шешуіміз керек. Кеден одағына қатысып, бірге отырып, қай жерде қандай проблема бар, бірге шешуді айтқанымыз өте дұрыс деп есептеймін. Сол себептен сіздерге бағыттарыңызға іске сәттілік, бірақ дәл осы бүгінгі құрылтайдың келесі жалғастары мүмкін парламент депутаттарымен бірге осы жердегі отқан жақсы экономистермен бірге бірігіп біз отырып қарап, жалпы ортақ ұсыныстар беріп, алдағы уақытта қабылданатын заңдарға сәйкес біз өз ұсыныстарымыз беріп жинақтағанымыз дұрыс. Тыңдағандарыңызға рахмет.